Интеграл сен менімен егізбедің, алауыртқан таулардан сен іздедім. Интегралды түсінбейтін барша математика сүйер қауым жиналың. Бүгін 0%-дан 100%-ға дейін әр түрлі типтегі және де әр түрлі әдістермен шығатын интегралдарды талдаймыз. Әдеттегідей сіздермен бірге Бекзат ағай және де менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоны және де осы сынды видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, колокольчик басып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кеттік, бастайық. Енді бірінші уровень өте қарапайым интеграл. Бізде полином берілген көпмүше, и осының интегралын табу керек. Негізгі формуламыз бізде xn по dx. Енді туындыда біз білеміз, туындыда біз алдына түсіріп, дәрежесінен бірді азайтатын едік. Бұда керісінше xn қосамыз, азайтпаймыз, и алдына түсірмейміз, астына түсіреміз. Қосылған ц. Осы формула бойынша шығара саламыз. Сонда тең болады екен. Мына бір жерде константа болса тұра береді. 3 еді, 3-ке 1-ді қосамыз, бөлшектің бөліміне тура соны жаза саламыз. Минус 3 тұра береді, 2-ге 1-ді қосамыз, бөлшектің бөліміне тура соны жаза саламыз. Мына бір жерде көрінбей тұрған 1 бар, соны жазамыз. 1-ге 1-ді қосамыз, бөлшектің бөліміне тура соны жазамыз, және де минус 5, мына жақта 5 емес, на самом деле 5 көбейтілген 1. А біз білеміз, интеграл 1-ден ол бізде x болады. Интеграл 1-ден бізде x болады. Неге? Өйткені біз сұраймыз ғой, қандай функциядан туындалсақ 1 шығады. X-тан туындалсаң 1 шығады. Сондықтан жауабы x плюс c. Вот, мына жаққа x плюс c деп сразу интегралын алып жаза берсек болады. Мына уже бізге керек емес. Сонымен қараңыздар, мына бір жерде 4, мына екеуін қоссаң 4 болады. Мына бір жерде 3, мына екеуін қоссаң 3 болады тоже. Мына бір жерде 2, 1-ге 1-ді қоссаң 2. Демек, вообще рахат, барлығы бір-бірімен қысқарып кетеді екен. И мына бір жақта x-тің 4 дәрежесі, азайтылған x-тің 3 дәрежесі, қосылған x-тің квадраты, азайтылған 5x қосылған c деген жауап шығады екен. Бірінші интегралымыз дайын. Интегралдар бізде анықталған және де анықталмаған болып бөлінеді. Енді бұл интегралдар бізде анықталмаған, өйткені шегі жоқ. Какой-то бір определенный області айтып тұрған жоқ та, белгілі бір. Енді келесі интеграл шамалы уже апгрейд жасаймыз, тура бағанағы формуланы қолданамыз, алайда бір подводный камни бар. Например, мына бір интегралды көбісі бізде 5 көбейтілген x-тің минус 1 дәрежесі дейді да, осыдан интеграл алып жібереді, типа былай. 5, x-тің минус 1 тоже қосамыз 1-ді, бөлшектің бөліміне солай жазамыз дейді. Қараңдар, 0 болып қалады. А бөлшектің бөлімі 0-ге тең болуы мүмкін ба? Мүмкін емес. Бұл бізде қазір айтам қандай интеграл екенін. Бірінші реттеп жазып ала салайын. 3, мынау көбейтілген x-тің 2-ден 1 дәрежесі. Одан кейін 4 көбейтілген x-тің алымына көтеретін болсақ, минус 2 дәрежесі, плюс 5 көбейтілген 1 бөлінген x, dx. Интегралын алайық. 3 тұра береді. 2-ден 1-ге тура бағанағыдай 1-ді қосамыз, бөлшектің бөліміне тура соны жазамыз. Одан кейін 4, мына бір жаққа 1-ді қосамыз, бөлшектің бөліміне тура соны жазамыз. Одан кейін плюс 5, сұрақ қоямыз. Қандай функциядан интеграл алсақ, не болады? 1 бөлінген x болады. Конечно же, ln модуль x. Өйткені ln x-тің туындысы бізде не болады екен? 1 бөлінген x-ға тең болады екен. В общем, плюс c. Интегралын по факту тауып қойдық, алайда қазір реттеп шығуымыз керек. Ортақ бөлім 2-ден, ортақ бөлім 2-ден, сразу мына бір жерде 3, и x-тің 3 бөлінген 2 дәрежесі, мына бір жақта 3 бөлінген 2 дәрежесі, минус 4, мына бір жақта минус 1 дәрежесі, минус 1, плюс 5, ln модуль x плюс c. Енді последний штрихтар қалды. Мына бір жақта 3 пен 3 қысқарады, 2 алымына көтеріліп кетеді. Мына минус пен минус плюс болады екен. Қалған барлығын жазамыз. Сонда 2 и мынаны түбірасты ретінде жазсаңыздар болады. Ол түбірасты ретінде түбірасты x-тің кубы деп жазылады. Немесе басқашалап оны x-ті шығарып жіберіп, бүтін дәрежесін x түбірасты x деп жазсақ болады екен. x түбірасты x қосылған 4 бөлінген x. Неге? Өйткені мына минус 1 дәрежесі. Қосылған 5 ln модуль x қосылған c. Вот. Осындай әдемі четкий жауап шығады екен.
кеттік. Бұл бізде екінші есеп. Келесі есеп. Енді осы жерде көбісі там көбейтіліп тұр, бөліктеп интегралдап жібереміз, или там жаңа айнымалы енгіземіз деп кететіні бар. Олай істеудің қажеті жоқ. Бұл жай ғана екеуін жақшаларды аша салайық, мида ашытпай. Сол кезде 2х квадрат болады екен, плюс 8х болады екен, минус 3х болады екен, минус 12 болады екен, dx. Ықшамдайық. Сонда 2х квадрат плюс 5х және де минус 12 по dx тең болады. Енді мұнан барлығын тура бағанағыдай аламыз. Сонда сразу жаза берейін. 2-ке 1-ді қосамыз 3, сонда 2 бөлінген 3х куб болады екен. Жарайды, мына жақта 1 дәрежесі бар, значит 5 бөлінген 2х квадрат болады екен. Минус 12 қасында 1 бар дедік бағана, плюс c болады екен. Бұл бізде үшінші интеграл. Енді түрі батя, на самом деле катя интегралдарымыз ғой, өте қарапайым шығады. Одан кейінгі есеп. Бізде уже мына бір жерде шамалы қиынырақ. Неге қиынырақ? Өйткені мына 5 дәреже ашатын болсаң, еще мынаған көбейтетін болсаң, ол үшін қора болады. Бұны аша салатындай бір екеуі болса мейлі екен. Аша салу да қиын да ол. Вот, сондықтан біз шамалы басқаша ойлануымыз керек. Осы жерден біз мынандай нәрсені байқауымыз керек. Мынадан туындалсақ, алдына түседі 6х болады, мынадан туындалсақ 4 болады, мынау екеуі что-то туындысына келіп тұр. Демек, бұл жағдайда біз не істейміз? Қолданамыз жаңа айнымалы енгізу әдісін. И мен оқушыларыма үйретемін әрдайым. Сұрақ қоя білу керек та, дұрыс. Мен сұрақ қоямын, қайсынан интеграл алу қиын? Мынадан интеграл алу қиын ба? Мынадан интеграл алу. Мынадан интеграл алу оңай, бөлек-бөлек ала саламыз. А мынадан интеграл алу қиын, өйткені 5 дәрежесі. Демек, мына бір өрнек бізге мешат етіп тұр ғой, енді кедергі жасап тұр. Сондықтан біз бүйтейік. Мына бір өрнекті 3х квадрат минус 4х қосылған 1-ді какой-то бір т-ға теңестіреміз, екі жағын дифференциалдаймыз. Дифференциалдаймыз деген әрқайсысын өзінің айнымалысы бойынша туындылаймыз деген сөз ғой енді. Енді мынадан туындалатын болсақ, x бойынша ол бізде 6х минус 4 болады екен. И бұл жақшада обязательно енді x бойынша туындалдым деп dx-ті қосуымыз керек. Одан кейін t-дан t бойынша туындалсақ, 1 болады. dt. Осы жақтан давайте dx-ті тауып өрнектеп алайық. Сонымен бізде не болады екен? dt бөлінген осы болады екен. Немесе былай істеуге де болады. Мен сіздерге үйретейін. Былай істеуге де болады. Мен барлығын осылай қояйын. Одан кейін барып, мына бір жақшаны 3х квадрат минус 4х плюс 1-дің 5 дәрежесі и 6х минус 4 dx. Жақсылап қарайық. Мына бір өрнек, міне тұр. Бұның орнына қазір, значит, т қоя саламыз, жай ғана. А вот мына бір өрнек dx-мен қосып, ол бізде міне тұр емес па? Значит, оның орнына не қоя саламыз? Барлығын орнына dt қоя саламыз. Болды, достар, өте қарапайым есеп екен. Демек, біз былай жасаймыз. Интеграл, барлығын орнына т дедік, т-ның 5 дәрежесі, и мынаның орнына dt. Вот, қарапайым интеграл қалды. Бағанағы x-дің 5 дәрежесі dx деген сияқты болып тұр ғой. Вот. Енді осы жерден t6 бөлінген 6 плюс c бола салады. Бірді қостық, бөлшектің бөліміне жаздық. А t дегеніміз не екен? Ұмыт кетпейік. T дегеніміз, оны енді самал мынақа сыймай қалатын сияқты. Мына бір жағына жазайын. 1 бөлінген 6, t дегеніміз ол 3х квадрат минус 4х қосылған 1 болады екен. 6 дәрежесі қосылған c болады. Бұл бізде 4-ші есебіміз кетті. Бұл бізде жаңа айнымалы енгізу әдісі деп аталады. Бұдан бөлек тағы да вышматовский варианты бар, дифференциал астына кіргізу деген. Вот, оны да түсіндіруге болады, бірақ оқушыларға осы әдіс тиімдірек болады әдетте. Окей, тангенс квадрат 5х. Тангенстің интегралын өзін алу қиын, тангенстің квадратын алу вообще қиын. Сондықтан бұл жақта шамал басқаша ойланайық. Біз мына бір формуланы білеміз. 1 плюс тангенс квадрат альфа тең болады екен 1 бөлінген косинус квадрат альфа. И осы жақтан түрлендірейік. Тангенс квадрат альфаны. Демек, ол 1 бөлінген косинус квадрат x альфа. Альфа болса альфа болу керек. Бұрыштары тең болу керек.
Және де мына бір плюс біріміз мына бетке теріс таңбамен өтеді, -1. Бұл есебіміз шықты. Мынандай бір интеграл, бұның орнына шамал алмастырамыз. Бір бөлінген косинус квадрат x, еще просто x емес, 5x екен. И -1. Жарайды. dx тең болады. Осы жерден мынадан не аламыз? Интеграл аламыз. Сұрақ қоямыз. Қандай функциядан туындалса бір бөлінген косинус? Әрине ол тангенс 5x. Тангенс 5x шығады. Бірақ мына жақта енді x-тің алдында коэффициент бір бөлінген болып шығады интеграл алынған кезде. И то ол это работает тогда, когда сызықты болған кезде. Бізде сызықты болып тұр, сондықтан бұл жұмыс жасайды. Мынау бірден просто x болады, сонымен интегралымыз алынды. Иногда интегралдарда шамал креативно ойлану керек. Себебі интегралды алу қиын, сондықтан максимально түрлендіруге тырысу керек болады. Келесі. Мына жақта уже күрделірек та. Вот, синус x бөлінген 2, и мынау 4 дәреже, x бөлінген 2, что-то непонятно. И осы жақтан давайте былай түрлендірейін. Вот, біріншіден, мынау косинус x бөлінген 2-нің 4 дәрежесі деп жазайын. Және де мынаны синус x бөлінген 2 dx деп жазайын. Жарайды. И осы жақтан былай қараймыз, косинустан туындалсаң синус шыға ма? Шығады. О, бағанағы намек. Енді сұрақ қоямыз. Қайсысынан интеграл алу қиынырақ? Косинустан ба, синустан ба? Енді синустан просто интеграл алу оңай. Типа, бір бөлінген 2, ол 2 коэффициент болып шығады. Синустан интеграл минус косинус. Окей. Но косинустан 4 дәрежесі болғанда интеграл алу қиын. Сондықтан мен жайға мына осы жерден мен есе саламын. Синус x бөлінген 2 дегенді, косинус x бөлінген 2 дегенді қайсынан қиынырақ қой? Соны аламыз ғой. Косинус x бөлінген 2 дегенді какой-то бір тыға теңестірем и екі жағын дифференциалдаймын. Туындалса минус синус x бөлінген 2 болады и алдындағы коэффициент тоже шығады екен. Алдындағы коэффициент 2-ден 1 минус и тең болады екен. Бұл бізге неге? Конечно же, dt-ға. И осы жақтан давайте сразу өрнектеп алайық. Давайте мына жақта dx-ті қалдырып кетіппіз, біз. Мына жағында жаза салайын. Минус 1 бөлінген 2. 1 бөлінген 2 синус x бөлінген 2 dx. dx таба салайыншы просто. Сонда түсініктірек болады деп ойлаймын енді өзім. Окей. Мына жерде dx-ті табатын болсақ, мыналардың барлығы көбейтіліп тұр, арғы бетке өтеді. В общем, арғы бетке бөлі болып өтеді. Сонда минус 2 dt бөлінген синус x бөлінген 2 болады екен. О, наконец-то. Мида ашып жүрді ғой мынау. Міне, дұрыс қой да? Қараңыздар. 2-ден 1 арғы бетке енді бөлі болып өтеді. Сонда 1 бөлінген 2 и алымына шығып кетті. И мынау синусымыз бөлшектің бөліміне кетті. Вроде барлығы дұрыс секілді. Енді орындарына қойық. Интеграл косинусты общий біз бағана міне t-ға теңестірдік. Значит, мынау t болады екен. Одан кейін мына бір өрнек бізде dx-ті мынаған теңестірдік. Осыны қоя салады екенбіз. Сонда t 4 дәрежесі көбейтілген синус x бөлінген 2. Бағана енді біз не істей салдық? Мынаны ала салдық қой, олай да болады. Мына жолында сіздерге көрсетейін деген бір ниетім бар, сондықтан осын көрсетіп жатырмын. Сонымен минус 2 dt бөлшектің бөлімінде синус x бөлінген 2. Тең болады екен. Қысқаратындар қысқарады. Мынау қысқарады екен. И минус 2 алымына кетеді. Алымына дегенде интегралдың алдына. И мынадан интеграл ала саламыз. Сонда минус 2 қалады. t-ның 5 бөлінген 5 дәрежесі плюс c. Енді осы жақтан t дегеніміз вообще неге тең, соны жаза салуымыз керек. t дегеніміз ол бізде косинус. Косинус 5 x бөлінген 2 и плюс c. Все, бұл бізде 6-шы интеграл болды. Енді туындалып кез келген уақытта тексеріп көрсеңіздер болады. Мысалға былай, туындалса, мына 5 дәреже алдына түседі, мынау қысқарады. Окей.
мына осы алдына шығады, сонда 2 мен 2 қысқарады, косинустың туындысы минус синус болады екен. Сонда минус пен минус плюс болады да, синус болады, и мынау қалады азайып. Ну, все, барлығы дұрыс шығып тұр деп ойлаймын. Хорошо, мынандай интеграл алуы вообще қиын негізінде, но бір нәрсені байқауымыз керек. Екеуі де көрсеткіштік, екеуінде бір общий бір нәрсесі бар. Демек, былай түрлендіріп алайын. Интеграл мынау дәреженің қасиеті бойынша 2х көбейтілген 5-тің 3 дәрежесі десем болады екен. Көбейтілген 9-дың x бөлінген, бөлінген, бөлшек сызығымен жазылам, 9-дың 2 дәрежесі деп жазылады екен, dx. Осы жерден 5-тің мынаны мен басқашалап 5-тің квадратының x дәрежесі десем болады. Өйткені сыртындағы ішіндегі дәрежелер бір-біріне көбейтіледі, но барлығы нормальный болады деп ойлаймын. И мынау бізде 125-ке тең, сразу жазылайын. 5-тің 3 дәрежесі. Одан кейін 9-дың x и бөлінген ол 81-ге тең болады екен, dx. Осы жақтан мен бірінші очередь не істеймін? Мына екеуін сыртына шығарып тастаймын. Мынау 25 болады менде. Сонда 125 бөлінген 81 интеграл и 25x көбейтілген 9-дың x dx болады екен. Енді негіздері бірдей, дәрежелері бірдей. Негіздері бірдей емес, дәрежелері бірдей деген келген. Дәрежелері бірдей болғаннан кейін екеуін бір-біріне көбейтесі сақ болады екен. Енді 25-ті 9-ға көбейтсең қанша болады? Так. В общем, 180 қосылған 45 па? 45 па? 5, 2, 225. Походу. Енді қате кетсе, но главный методикасы дұрыс. Сонымен бізде 125 бөлінген 81 интеграл и 225x dx болады. Бұл, мынаның интегралын алу өте қарапайым. Бұл бізде ax көрсеткіштік функцияның интегралы. ax бөлінген ln a формуласымен шығады екен, плюс c. Окей, жазамыз сонда 125 бөлінген 81 көбейтілген 225x и мына жақта ln не болады екен? 225 плюс c. Енді бұны дальше қышамдауға болады. Там 225-ті мынаның мынау дәрежесі деп, там квадраты деп ше. Вот. 15-тің квадраты 225 дейма. Окей, 7 плюс болады екен. Одан кейін не дейді? 8-ші есеп. 8-ші есеп. Бағанағыдай байқайтын нәрсе бар ма екен? Қараңыздар, мынаның дәрежесінен туындалып көрейік. Алдына түседі 25 болады, но x-тің 4 дәрежесі қалады екен. Мынаны туындалсақ 0. X-тің 4 дәрежесі қалса, значит, оппа. Екеуі родной, бір-біріне кеп тұр. Оқушылардың көбісі былай қателеседі. Егер де там мына жақта x и какой-то бір басқа функция, там косинус келсе, или там көрсеткіштік келсе, значит, бөліктейміз. Жоқ, бөліктемейміз, достар. Бұл бізде жаңа айнымалы енгізу әдісі. Сұрақ қоямыз, қайсынан қиын? Мынадан оңай, мынадан қиын. Вот, дәрежесінде x болғанда қиын болмайтын еді, но бізде мына жақта x 5 дәрежесі. Сондықтан x-тің 5 дәрежесін айнымалы енгіземіз. 5 x 5 плюс 1 тең болады какой-то бір t. Екі жағын туындылаймыз. Сонда 25x 4 дәрежесі dx тең болады екен бізде dt. Енді бағанағы методты қолдана салайық. Мына бір жер, мынау екеуі бар. Мынаған тең болу үшін 25-ті қоса салуымыз керек. Сонда мен былай жазып ала салайын, интеграл сіздерге көрсетіп. Так, бітеміз. Бірінші очередь. 1 бөлінген 25 деймін. Неге істеймін, қазір оны көрсетем. Одан кейін мынау көрсеткіштік тұра берсін. 5, x-тің 5 плюс 1. Одан кейін көбейтілген x-тің 4 дәрежесі еді, бірақ енді 25-ті қосуымыз керек қой біз. Сол үшін 25, x-тің 4 дәрежесі и көбейтілген осы жаққа dx. Енді қараңыздар, мен не істедім? Мен просто орындарын ауыстырдым, мағына өзгермейді. 25-ті көбейтіп бөлдім. Екеуі қысқарып кетсе, мынау нәрсе шығады. Мынау зато мына бір өрнекке тең болып тұр. И бұл өрнектің орнына мен dt-ны қоя салсам болады. Айтқым келгені ұзын сөздің қысқасы, мынаның барлығын орнына просто мен dt
т деп жаза аламын. Окей. Сонда бізде жаңа бір әдемі интеграл шығады. Интеграл 5-тің мына общий біздегі дәрежесі ол т-ға тең болып тұр. Көріп тұрсыздар, значит т-ға теңестіреміз. 5-тің т дәрежесі и көбейтілген dt. Жарайды. 1 бөлінген 25 и тура бағанағы формуламен 5-тің т бөлінген ln не болады екен? 5 болады екен, плюс c. А т дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Т дегеніміз, жаза салайын, 25 ln 5 көбейтілген 5-тің 5x квадрат плюс 1 дәрежесі плюс c. В общем, осындай бір интегралдар. Байқасаңыздар, уже бара-бара интегралдың деңгейі жоғарылап бара жатыр. Бұл бізде тағы да жаңа айнымалы енгізу әдісіне арналған интеграл болады. Туындалып көрсек, қараңдар. Мынау 5 дәреже, квадрат емес. Туындалып көрсек, 5 түседі. 5 түседі, сонда 25x4 болады. Сонда мына 25-пен қысқарып кетеді. И ln шығады, ln қысқарды. Короче, бәрі дұрыс. Супер. Вот, енді бөлшек рационал, коэффициенттер әртүрлі, қалай шығарамыз? Енді желательно осы екеуіне там ортақ бөлім дейді, екіге дейді, солай табу керек. Вот. Немесе любой бір санға көбейте берсеңіздер болады. Негізі бірақ ол екіге болғаны жақсырақ. Вот, сіздерге. Я вам советую. Міне. Бөлшек, мына жақта 3x минус 2, мына бір жақта не болады екен? 5x плюс 3. Вот. Енді көбейтуіміз керек, екеуінің алдындағы коэффициенттер бірдей болу үшін бір сандарға, иә? Біздің жағдайымызда, допустим, былай істесек болады. Мынаны 5-ке көбейтсек, мынаны 3-ке көбейтейік. Сонда 5-ке 3-ті көбейтсек 15, 3-ке 5-ті көбейтсек 15. Но мағына өзгеріп кетпес үшін, мен мына 3 қысқарып кету үшін 3-ті мына жаққа жазамын, и 5 қысқарып кету үшін 5-ті мына жаққа жазамын. Сонда 5 пен 5 қысқарады, 3 пен 3 қысқарады, мағына өзгермейді, барлығы жақсы, бірақ мен мына бір бөлігін пайдаланып, есебімді мен оңай шығарсам болады екен. Түсінікті ғой, да? Вот, негізгі логика осылай. 3 бөлінген 5, интеграл, сонда мына бір жері 15 минус 15x минус 10 болады екен. 15x минус 10 болады екен. И мына бір жағы 15x плюс 9 болады екен dx. Я, бүтін бөлігін бөліп алу әдісін қолданамыз. 5 бөлінген 3, и осы жақтан 15x қосылған 9, и нешені азайтсақ 10 болады екен. Минус 19 десем. Сонда 9 минус 19. Екеу азайтылса минус 10 болады. Барлығы жақсы. Сонда 15x плюс 9. Мүшелеп бөліп тастаймыз. Мүшелеп бөліп тастау дегеніміз, мынаны бөлек бөлем. Я, и мынаны бөлек бөліп тастаймын. И все. Сонда тең болады екен 3 бөлінген 5 интеграл. Біріншісі, мынау екеуін бөлетін болсақ, абсолютно идентичный. Сондықтан қатынасы 1 болады. Минус 19 бөлінген 15x плюс 9 dx. Тең 3 бөлінген 5 болады екен. Мына екеуі қысқарады. Сразу интегралдарын анықтап жаза берейін. 1 болады бұл. 1-дің интегралы бізде x-қа тең болады екен. Минус, мына 19 тұра береді. И x-тің алдындағы коэффициент 1 бөлінген болып шығады. Және де 1 бөлінген x түріндегі болып тұр ғой. Сондықтан бұның интегралы ln болады екен. 15x қосылған 9. И плюс c-ны ұмытпаймыз. Жауап осындай. Күшті интеграл, өте күрделі типтегі негізінде. Бірақ білетін адамға ештеңе күрделі емес деп ойлаймын. Келесі мынандай бір интеграл бар екен. Қызық. Енді қараңыздар, ойланып көреміз. Туындыласақ бөлшектің бөліміне алымына кеп тұрған жоқ, өкінішке орай. Еще там бөліктеп интегралдауға да келмейді, жаңа айнымалы енгізуге де келмейді. Енді біз басқаша ойлануымыз керек. Бірінші очередь мен бөлшек сызығын сызамын, и 5x қосылған 7, и бөлшектің бөліміндегіні V теоремасымен или дискриминантпен түбірлерін табамын. Я? Минус 2 мен минус 1 болады, значит көбейткіштерге былай жіктесек болады екен. Там плюс 1 и плюс 2. Осындай 2 жақшаға жіктей аламын. Бұл жақтағы енді негізгі логика осы бөлшекті 2 какой-то бір бөлшекке бөліп тастау. Енді алдындағы, алымындағы коэффициент бізге анық емес.
Вот, сол коэффициенттерді біз анықтауымыз керек. Осындай екі бөлшекке бөліну үшін. Вот, оны анықтау үшін мен былай жасаймын, иә? Мынаны ортақ бөлім беремін x плюс 2-ден, мынаған x плюс 1-ден и көбейтейін. ax қосылған 2a қосылған bx қосылған b и тең болады. Алымы тұр ғой. Алымында не тұру керек? 5x қосылған 7. Бұл бізде, қыздар, жігіттер, анықталмаған коэффициенттер әдісі деп аталады. Анықталмаған коэффициенттер әдісінде былай істейміз, қараңыздар. X-тің алдындағы тұрған коэффициенттерді теңестіреміз, және де бос тұрған коэффициенттерді теңестіреміз да какой-то бір мынандай теңдеулер жүйесін құрастырамыз. X-тің алдындағы тұрған коэффициенттердің біреуінде a бар екен, екіншісінде b бар екен, ол бізде 5-ке тең. Потом 2a қосылған b тең болады екен бізде 7-ге. Екеуін бір-бірінен азайтайын, еще астынан үстін азайтайын. 2a-дан a азайтсаң a болады, 7-тен 5 азайтатын болсаң 2 болады екен. А b-мыз қаншаға 2-ні қоссаң 5 болады. Деп қоямыз. Болды, достар, мына бір бөлшекті келесі түрде жаза алады екенбіз айырып. Мінекей, осылай қосылған 3x қосылған 2 dx. И бұның интегралын алу өте easy peasy да, 2 ln модуль x плюс 1 болады, және де қосылған 3 ln модуль x қосылған 2 болады екен, плюс c. Бұл бізде 10-шы есебушка. Все. Есептер сіздерге ұнады деп ойлаймын, қыздар, жігіттер. Есептер өте әртүрлі, және де әртүрлі деңгейде. Егер де сіз осындай есептерді шығарудан қиналсаңыз, математикадан базаңыз болмаса, мен сізді өзімнің курсымда күтемін. С 0 до 50 балға дейін сізді жеткізуге уәде беремін. Вот, сондықтан математика таңдасаңыз, ұбт-да курсымызға келіңіз, описанияға өтіп, тегін консультация алсаңыз болады. Осындай рубрикалар жалғасын табу үшін осыған давайте видеоға лайк, комментарийді үйіп тастайық. Әйтпесе негізі әдеттегідей сіздермен болған бекзат ағайларыңыз келесі көріскенше сау және де файтинг.